Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіз. Үй жағдайында балаларымызға печенье дайындап берейік. Печенье курабье деп аталады, тез әрі оңай дайындалады. Ең бастысы дәмді, балаларымызға міндетті түрде ұнайды. Жасап көріңіздер. Ал енді бірге дайындайық. Керек заттарды төменге жазып қоямын. Құрамы өте қарапайым. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа сары майды ерітіп саламыз. Үстіне қант ұнтағын қосып араластырамыз. Үстіне жұмыртқаны жарып саламыз. Тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Енді ұнды жаңағы жұмыртқалы массаға қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымыз осындай болып ағып тұруы қажет. Басына осындай насадканы кигізіп, арнайы кондитерлік мешокқа барлық тестаны салып аламыз. Осылай печеньелерімізді арасын алшақ етіп орналастырып жасап шығамыз. Міне бәрін осылай жасап болдық. Енді қасықтың ұшымен, не болмаса қолмен ортасын осылай кішкене шұңғыл етіп жасап шығамыз. Осылай тез-тез қолмен ортасын басып шықса да болады. Менде қою құлпынай тосабын блендермен езіп алдым. Осындай арнайы ыдысқа салып, аз-аздан ортасына құйып шықтым. Не болмаса, қасықтың ұшымен аз-аздан салып шығуға болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Қалған бөлігін де дәл осылай қайталай отырып пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.